Конституцияның өзгеруі. Қазақстан Республикасының Конституциясы қазіргі біздің қолданыста жүрген ата заңымыздың сол 95 жылы 30 тамыздан бастап қолданысқа енгені. Әрине оған дейінгі конституциялар болды. Ел басқару, билеу жүйесі, тіпті біздің демократиялық құндылықтар, адам бостандығы өмірі деп бастап сипатталатын. Бірақ 93 жылдардың бұл 95-тің өзгеруі бұл енді мемлекеттік басқару тұрғысынан. Мен парламенттік басқару жүйесі, оның ішінде президенттік деп қалай болады деген сияқты. Жоғары кеңесті тарату арқылы бір адамның билеуіне жол берген конституция болды бұл негізі тарихтан. Шынайы қарайтын болсақ. Халықтың әл-ауқаты қазіргі күндегідей емес, шатқаяқтап тұрған, енді нарықтық экономиканы енді түсіне бастаған, болашағымыз қалай болады деп бұлыңғырлау ойлап жүрген елдің сенімді осы Абайдың той өтуі жаңағы айтқандай елдің болашағына сеніміне үміт артты. Мың 1996 жыл бұл енді тәуелсіздіктің 5 жылдығына пар келетін уақыт қой. Сол кезде тәуелсіздіктің 5 жылдығы болатын. Енді ол 5 жылдық қандай 5 жылдық? Әрине тәуелсіздіктің алаң елең кезі жаңа қадамын қаз басқан сәті деуге болады. Бір алаң елең кезі. Сол кезде мына адамдардың жанарында, түсінігінде, санасында бір тәуелсіздікке деген ынтықтық бар болатын. Себебі енді қалай болғанда мына метрополияда болған қоғамның жеке азаттық алғанына арғы геннің қуанбауы еш мүмкін емес қой мысалы. Сонда бәрібірде мына халықтың ықыласында осы тәуелсіздікке, еркіндікке деген бір алапат сағыныш бар болатын. Ал қазіргі сәтте сол жанарды, сол көзқарасты мен шыны керек одан кейін 30 жылдығы қазақтардың мына санасынан аса көзқарасынан байқалмайды. Сондай бір керемет ыстық сезім болды менің білуімде. Атланта олимпиадасы болды. Менің білуімде бұрын біз Есенгеннің құрамы, тәуелсіз мемлекет достастығының құрамының негізінде барған еді. 96 жылы тұңғыш рет Қазақстан жеке дербес мемлекет ретінде олимпиадаға дербес барды. Бұл да енді қазақты бір қуандырған шаруа болды. Әрине бокс біздегі өте бір жетекші спорт саласы. Сол кезде Василий Жировтың мысалы алтын алғаны, Ермахан Ыбыраевтың қола алғаны, Жұмаділовтің күміс алғандығы. Соны тура сол сәтте біз мынау балалар бір өзеннің жағасында солай болды деп бір атап өткеніміз ағаларымыз осылай ұрды ғой, осылай берді ғой дейтін бір әңгіме қылғанымыз әлі есімде бір. Сол 96 жылда мына Бекболат Тілеуқановтың алғашқы шығуы деуге болады. Мына қазақтың әндегі қара сөзде есесі бар, соған бір елтіген адамдарға толығымен бір идеал болған адам болды. Әсіресе мына елім менің деген әні сол кезде қазақтың жаңағы қалауына, іздегеніне дөп түскен бір керемет ән болды. Бұл бунк болды деуге болады қоғамда. Теледидардың таңертеңгі ашылымы осы әнмен басталып, кешке жақын осы әнмен жабылып жататын. Бүкіл концерттердегі балалардың ең негізгі айтатын әні осы болатын. Сондықтан біз шыдап келген осы Бекболаттың 96 жылдардағы ең бір
тәуелсіздіктің бастағы бір көрсеткішіміз ретінде бұл әнді айтпай кету бір ар алдында сын деп есептеймін. Арайлап таңым асқақтап тауым, ән ойнап көбім гитарды бөлім, ол жетті мәне аңсаған күнге, жасай бер жасай